Мені Ақсу ауданы Жамбыл орта мектебінің техникалық пәні мұғалімі Қамани Жеңқан. Рухани жаңғыру деген біздің елбасының арын мақаласы маған бір рух, күш, жігер, намыс берген сияқты. Бұл енді үлкен біздің рухани орталық мектептің. Осында жаңағы ұлттық бұйымдар. Мен мұнда енді 2000 асық жинадым. Қамшының бір 20 неше түрін жасап, осында балаларға ұлттық құндылықты насихаттап жүрмін. Рухани жаңғыру деген біздің ұлттық тәрбие тұнып тұрған. Рухани жаңғыру біздің ұлттық құндылығымыз, баға жетпес байлығымыз, асыл мұрамыз. Осы қасиеттерді болашақ ұрпаққа жеткізу бәріміздің бүгінгі парызымыз деп санаймын.